Армысыздар, эфирде апта ақпарларымен ақпараттандырушы Әуезов ТВ. Алдағы 15 минут бойы жаңалықтарды жартып, студияда жұмыс жасайтын мен Қанат Жолдасбек. Әуелі апта ақпараттарынан аңдатпа. Университетімізде ұлт рухын ұлықтаған Өзбекәлі Жанбеков атты дөңгелек үстел өткізілді. Айтулы шарада нелер айтылып, қандай мәселелер алға тартылды. Бұл туралы бірер минуттан соң біле аласыздар. Университетіміз атышулы Huawei компаниясымен келісімшарт жасасты. Келісімшарттың мақсаты мен мүддесі қалай? Екі тарап қандай имраға келіп, қандай жоспарлар жасасты? Бұл туралы алдағы уақытта кеңінен тарқатып айтамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің тәрбиесі және жастар саясаты департаменті мен рухани жаңғыру Қазақстан халқы ассамблеясы орталығының ұйымдастыруымен ұлт рухын ұлықтаған Өзбекәлі Жанбеков атты дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шара барысында бірегей тұлға Өзбекәлі Жанбековтың өмірі мен шығармашылығынан сәуле шашқан қазақ өркениетіне мұражай ісі мен тарихына арналған еңбектерін баяндады. 4-ші курс студенті Аян Мұратұлы Өзбекәлі Жанбековтың өмірінен сыр шертетін көріністі сомдап келген көрерменді тәнті етті. Аталған шараға оқу ордамыздың студенттері мен оқытушылар құрамы қатысты. Бұл туралы жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Байбөбек Қарлығаш қорыта тарқатады. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің тәрбиесі және жастар саясаты департаменті және рухани жаңғыру Қазақстан халқы ассамблеясы орталығының ұйымдастыруымен ұлт рухын ұлықтаған Өзбекәлі Жанбеков атты дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шара барысында бірегей тұлға Өзбекәлі Жанбековтың өмірі жайлы және қазақ өркениетіне мұражай ісі мен тарихына арналған еңбектері баяндалды. 4-ші курс студенті Аян Мұратұлы Өзбекәлі Жанбековтың өмірінен сыр шертетін көрініс сомдады. Өзбекәлі Жанбеков атамыздың биыл 90 жылдық мерейтойы қазір аталып өтіп жатыр. Жоғарғы деңгейде. Оған өзім риза болып отырмын. Өзбекәлі атамыздың мен қазір рөлін сомдадым. Енді дәріптеу деген осыдан басталады. Биыл қазір рухани жаңғыру ғой. Сондай-ақ қаншама жас жеткіншектерді, студенттерді шақырып, таныстырып жатыр. Бүгінгі іс-шара енді конференция залы дейді ғой, конференция есебінде өтіп жатыр. Қаншама адамдар өзінің баяндамасын оқып жатыр. Оның әрбір үтір нүктесіне үшін айтылып, адамға керек рухани байитындай, рухани азық беретіндей керемет әңгімелер, түсініктер айтылып жатыр. Оған өзім жоғары баға берем деп айтылам. Ұстаздарға барлығына үлкен алғысын білдірем. 18 қазанда Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті мен Huawei компаниясының арасында өзара келісімшарт жасалған болатын. Осы келісімшарт аясында оқу ордамызда ИКТ академиясының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Аталған іс-шара жайында салтанатты шараны көріп, ИКТ академиясының алдағы жоспарларымен танысып қайтқан ақпараттық тілшіміз Еркінбек Аделдің материалында. Қазан айының 18-ші жұлдызында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде желілік және телекоммуникациялық жабдықтардың әлемдегі ең ірі жеткізушісі болып табылатын трансұлттық корпорация Huawei Technologies компаниясымен Қазақстанның іргелі жоғарғы оқу орындарының бірі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті арасында жасалған келісімшарт аясында ИКТ академиясының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Іс-шара барысында университеттің оқу және оқу әдістемелік жүйесі жөніндегі проректоры Роза Абишева мен компания менеджері Қамшыбек Жазира студенттерді академияның алдына қойған мақсат міндеттермен таныстырып, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Алдағы уақытта бізде осы академияда оқыту үшін студенттерге арналған өте көп белсенді іс-шаралар өткізіледі. Ол біріншіден жаңағы Huawei AKT конкурсы болып табылады. Huawei AKT конкурсында студенттер өз білімдерін көрсетеді. Ол өздерінің егер жоғары нәтижелер көрсетіп жатса, студенттер бағалы сыйлықтармен марапатталады. Одан ары қарай халықаралық жаңағы сайысқа түсуге мүмкіндік алады. Оның барлығы студенттерге арналған үлкен мотивация болып табылады. Және де бізде студенттерге арналған жаңағы жұмысқа шақыруға арналған бағдарламалар өте көп. Оның жаңағы бірегейі ярмарка вакансия деп айтамыз. Сол ярмарка вакансия университеттерде немесе қалаларда өтеді. Біз студенттерді әрдайым өздерінің жаңағы сертификаттары болса, Huawei сертификаты болса, онда біз оларды міндетті түрде заказчиктерге немесе біздің әріптестерімізге жұмысқа шақырамыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Дәл осы тақырыпта оқу ордамызда Парасат басқармасының ұйымдастыруымен кезекті кездесу ұйымдастырылды. Жиынға академиялық қауымдастық өкілдері қатысты. Толығырақ тілшіміз Самидин Аружанның сюжетінде.
Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті, Шымкент адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері университет ұжымымен кездесті. Кездесуге академиялық қауымдастық өкілдері мен оқытушылар құрамы қатысты. Жиын барысында білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлықпен күресудің жолдары мен заңнама өзгерістері түсіндіріліп, парақорлықты жою жобалары жан-жақты талқыланды. Жалпы бүгінгі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде өткен кездесуде осы жемқорлықтың алдын алу, жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша іс-шара өтті. Жалпы бүгінгі бізде жемқорлық бүкіл Қазақстан қоғамында ол бар екендігі мойындалған шындық. Елбасы, ел президентінен бастап бүгінгі мынау арнайы осы жемқорлықпен күрес жаңағы құрылымдарының құрылуы осы жаңағы жемқорлық деген кеселдің бар екендігін көрсетеді. Олай болатын болса, онымен бүкіл қоғам болып күресуіміз керек. Сол жердегі ең басты мәселе бұл қазір заңдардың қатаюы, жаңағы жаза өтеушілердің бұрынғыдай жаңағы айыппұлдармен құтылып кету деген мәселелерінің доғарылу мәселелері, және де мерзімінен бұрын жаңағы қамалғандардың шығып кету деген мәселелердің барлығы енді орын алмайтындығы жаңа заң бойынша белгілі. Ал ең бастысы бұл жерде жемқорлыққа қарсы күресті мына ішкі адамның ішкі әлеуетінің, ішкі мәдениетін көтеру бұл ең басты мәселе болып тұр. Мына тарихқа үңілетін болсақ, мысалы тарихта талай мәрте бірімізді біріміз жазаладық, бірімізді біріміз қараладық. Бүгінде сол кісілердің ұрпақтарының алдынан сол аталары жасаған бір жаза басқан бір жағдайлар үнемі алдынан шығып отырады. Олай болатын болса, бүгінде еңбек етіп жатқан әрқайсымыз осы етіп жатқан еңбегімізді келешекте ұрпағымыздың алдынан кесек көселі көлденең шығып кедергілер келтірмесе деген жаңағы ниетте болсақ, ең бастысы жаңағы жаратушының берген адал нәсібіне қанағат тұтуды білсек жаман болмас еді. Қазан айының 21-ші жұлдызы оқу ордамызда ректор кубогы үшін ұйымдастырылатын факультет аралық жайдарман ойындары өткізілді. Сайыс барысында жүлделі орын үшін 10 команда өзара бақ сынасып, көрермен езуіне күлкі үйірді. Аталған сайыстың қызығы мен қорытындысы жайында Жораева Әсел баяндайды. Жайдарман жаны жайсаң, жайдарлы жастар мекені өз факультеттерінен сараланып шыққан сайыпқырандар бас ғимараттың акт залында бас қосты. Талабы таудай жайдарманшылар мәреге асыққан сәйгүліктей тебініп, оза шапқалы тұр. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде ректор кубогы үшін факультет аралық жайдарман ойыны өткізілген болатын. Сайысқа 9 факультет, сонымен қатар университет колледж атынан жалпы саны 10 команда бақ сынады. Әділ қазылар алқасының шешімімен ректор кубогына ақпараттық технологиялар және энергетика жоғарғы мектебінің Ипылаев командасы ие болып, жеңімпаз атанды. Екінші орын иегері мәдениет және спорт факультетінің театрал командасы, филология факультетінің филологтар командасы үшінші орын иегері атанды. Сайыстың үздік ойыншысы номинациясына мәдениет және спорт факультетінің МС қалашығы командасының жайдарманшысы Серікбай Арман ие болды. Әділ қазылар алқасы жас жайдарманшыларға алдағы уақытта қалалық республикалық сайыстардың жүлдегерлері болуларына тілектес екендіктерін білдірді. Жақсы дайындықтың бәрі, өзіміз жаздық, әйтеуір. Еңбек аяқталған сияқты болды. Бірақ қатты довольны емеспіз. Жақсы, бүгін ойын әдем болды негізі. Біраздан бері осы жаңа универде біраз болмай келді, карантин талаптарына байланысты. Осы биыл ғана жаңағыдай сәл вакцина салдырып, соның арқасында биыл жаңағыдай жайдарман болып жатыр енді. Мен негіз өзім бірінші курспын, осылай алғаш рет осы сахнаға шығып, үздік ойыншыны алған мен үшін қуанышты сәт болды. Жалпы жаңа ойында да айттық, мақсатымыз осы жас топтарды жасақтау. Енді біздің университеттен мықты топтар шыққан, республикалық деңгейде жаңа айтылғандай Техас 2005 жылы, оның алдында Серлер, одан кейін Шымғала, Корпусова, соңғы осы мен командам Байдың балалары дейтін
команда шығып 2018 жылы Жайдарман чемпионы болды. Енді ол жігіттердің барлығы оқу бітіріп кеткеннен кейін, барлығы жан-жақта болғаннан кейін, қазір жаңа жас осындай бірінші курстан, екінші курстан жас топтарды дайындайық деген мақсатта бір ұйымдастырдық. Көрсін, сахнаға шығып көрсін, шыңдалсын деген мақсатта ұйымдастырылған ойын. Бұл бір дәстүрге айналып, ертең конкурсный ойындарымыз көбейіп, тағы да шыңдалып, бір сборной дейді ғой енді, құрама командадан құрама жасақтап, ертең республикалық ойындарға апаратын құрама дайындағымыз келіп жатыр. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтеновтің бастамасымен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай спорт сүйгіш қала жастарын қолдау мақсатында Шымкент жастар лигасы қолға алынып отыр. Қала жастарын бұқаралық спортқа баулып, жанкүйерлер назарын қала чемпионатына аудару үшін таптырмас мүмкіндік болып отырған іс-шарамен жіті танысып қайтқан тілшіміз Кенжаев Батырбек толығырақ тарқатады. Шымкент жастар лига жобасына шақырды. 143 білім беру мекемелерінен футбол, волейбол, баскетбол, теннис ойындарына лига құрылады. Сондай-ақ 7 жоғарғы және 30 арнаулы оқу орындарынан команда жасақталады. Жалпы білім беру мекемелері оқушылары арасында қазан-мамыр айларында бас төрешінің бекіткен кестесіне сәйкес айналымдық ойындар болып өтеді. Ал жоғарғы және арнаулы оқу орындар арасында қазан айынан бастап желтоқсан айына дейін жалғасатын болады. Биылғы жастар лигасының ерекшелігі неде? Әрине жалпы жыл сайын жастар лигасы тек қана мектепаралық, яғни оқушылардың арасында болатын еді. Биылғы жастар лигасының ерекшелігі, яғни жоғарғы оқу орындарымен, яғни студенттермен колледждер аралығында болып жатыр. Бұл біз үшін ерекше үлкен мүмкіндік Қазақстанның футболын жоғары дамыту үшін. Биылғы лиганың ерекшелігі де жоқ емес. Алғаш өткен жастар лигасында жеңімпаз командаға 20 миллион теңге жүлде қоры бекітілсе, биылғы жарыста қосымша қаржы қарастырылып, жаттықтырушыларға да қаржылай сыйақы беріледі деп күтілуде. Лиганың жалпы жүлде қоры 80 миллион теңге әлеуметтік қордан беріледі. Бұл қаржы 4 спорт түрінен жеңген мектептердің дамуына жұмсалады. Айта өтейік, жарыс қорытындысы бойынша спорт түрлерінен бірінші, екінші, үшінші орын алған командалар диплом, медаль, басқа да бағалы сыйлықтармен марапатталады. Сондай үздік қақпашы, үздік қорғаушы, үздік ойыншы, үздік жетекші, үздік фан-клуб номинациялар жеңімпаздарына дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етіледі деп күтілуде. Қасым Асқарұлы, Кенжаев Батырбек, Әуез ТВ. 26 қазан күні Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде жас әскери тұлғалардың өзін-өзі қорғау мақсатында ұйымдастырылған әдістемелік сабақ өтті. Өзін-өзі қорғау әдістемелік сабағының мақсаты әскери тұлғалардың дайындық барысында өздерін қорғау және дайындықтарын тыңғылықты пысықтауды таныстырды. Іс-шараның қалай жалғасқан жайында тілшіміз Сәрсенбек Мерей материалында. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде өзіндік қорғаныс тәсілдері жайлы әдістемелік сабақ өткізілді. Іс-шара барысында жас әскерилерге қылмыскерлік топпен күрес жүргізудің тиімді әдістері көрсетілді. Жиынның сценарийі бойынша аудитория ішіне қылмыскерлер тобы басып кіріп, төтенше жағдай кезінде студенттер арнайы дайындықтан өтті. Сонымен қатар дәрігерлердің алғашқы көмек көрсету шаралары жүзеге асырылды. Іс-шара соңында әр топқа бөлінген қызметкерлер өздерін таныстырды. Бүгін әскери кафедрада өткізіліп жатқан әдістемелік сабақтың мақсаты оқу орнына қандай да бір қылмыстық топ кірген кезде, немесе террористік топ, немесе экстремистік топтардың, немесе қазіргі заманда болып жатқан қандай да бір қылмыскерлердің оқу орнына қарумен келіп, оқушылар мен оқытушыларға зиянын тигізетін, немесе соларды кепілдікке алып бір талап ететін жағдайларда әскери кафедрада, немесе біздің жоғарғы оқу орнында оқытушылар мен студенттердің сол жағдайда қандай да бір өздерін дұрыс ұстауы және осы жағдайларды алдын алу мақсатында өткізіліп жатқан іс-шара. Осымен келіп түскен апта ақпараттары атымен келесі кездескенше аман болыңыздар.